бір граната қалтада. Наурызда сол шумган болып тұрған сол кезде лақтырып. Айдар Артықов Алматыда Наурыз мейрамы кезінде теракт жасамақ болған. Ол алып мегаполисті қан састып, таяу шығыстағы лаңкестерге қосылуды жоспарлапты. Дінсіз адамдармен соғысамыз деп айтты ол. Бәріне такфир шығарды. Туыстардан да алыстырып кеттім ол кезде. Айдар Артықов Абай облысының тумасы. Ол терроризм актісін жоспарлап, заңсыз қару-жарақ сақтап, террористік ұйымды қаржыландырған үшін сот үкімімен 8 жылға сотталды. Артықов 2019 жылы интернет арқылы Сириядағы Даиш халықаралық террористік ұйымымен байланыс орнатады. Лаңкестерге қосылмақта болды. Бірақ содырлар алдымен өздеріне ақша аудартқан. Кейін Алматы қаласында теракт жасауды тапсырған. ВК-дан басталып, әңгімелесіп. Ол өз призыв жасады, ол айтқан. Өз шақырды. Келгің келсе осындай амалдар істе, не бар, не істейсің, не істей аласың. Өзімде предложение былай тастадым. Жаруға болады анау. Қай күнде не адам көп жиналады. 22 наурыз деп жазғаным бар. Талқылағанда мен граната бар деп айттым болды. Нешеу, оңай білмеймін, нешеу бар деп айтқаным. Либо біреу, либо екеу, либо одан да көп. Ол кезде ол адамдар келеді көмектесуге. Бәрін бірге қосыласыңдар да бір нені жасайсыңдар ол. Терактыны. Иә. А оларда қару-жарақ бәрі анау бар. Саған көмек ретінде барады деп. Үшін бәрлерін жасап болғаннан кейін сол жаққа қарай барасыңдар. Неге? Границаға қарай. Сол жақтан ары қарай шығаратын адамдар бар деп. Айдар қылмысқа жіті дайындалды. Алматыдан пәтер жалдайды. Наурыз күні халық көп шоғырланған жерде 2 гранатаны жаруға дайындалады. Бірақ күштік құрылымдар оны қанды қасап әрекетіне жеткізбей тұтқындады. Аллах кешіреді, жаннатқа кіргізеді. Жаннаттың жоғарысы сол жихадты нетті үйретті. Аллахтың жолында соғыста шахид болып құлау деп. Лекцияларда нелерді айтатындар. Қолымда автомат болғанымен өз басындағы тесікті ойламайсың деді. Сондай болды ол баста. Қолымда автомат болса, ол басымда тесік болмайды деген сияқты. Өлмеймін деген сияқты. Как бессмертный сияқты. Сондай ойлар ол. 8-9 ғасырларда 658 жыл пайда болған ең алғашқы харижи дейтін ағым бар. Өздерінен басқа адамның бәрін кәпір санап, өздеріне қосылмаған, өздерінің ұстанымдарын қабылдамағандарды өлтірген. Неше түрлі айып тағып, қаншама бейкүнә мұсылманның қанын төккен. Оларды харижи деп атаған, хауарижиді. Ал енді біздің ғасырымызда олардың дәл солардың копиясы бар, көшірмесі. Ол такфирлер, ол сәләфиттер. Яғни тек атауы басқа, ұстанымы, өзгелерді айыптауы, жазықсыз мұсылмандардың қанын төгуі, жаңағы ел арасында, қоғам арасында ірткі жасауы айна қатесіз десек те болады. Бірдей. Биыл Артықовтың абақтыда отырғанына 6-шы жыл. Ол өзіне тағылған айыптың бәрін мойындайды. Кінәлі өзімде ол, бәр кінәлі бар. Енді осознанно қосылдым, өзім біліп тұрып. Іздену керек, қарау керек деген нәрсені іздеген жоқпын. Өзім білдім, солай кірдім. Қоршаған орта, соған ол. Ең басты содан кетеді. Дәл білімсіздікпен біреуді тыңдап өзім ойым емес, біреудің айтқанымен жүрген. Адам досы қай дінде болса өзі сол дінде дейді. Досты таңдап білу керек қой.
Бұл қылмыстық іс бойынша тек Артықовтың ғана қолына кісен салынды. Ал оны қылмысқа итермелеген, теракт жасауға шақырған лаңкестер қазір қайда? Олардың интернет арқылы әлі де талай жастың миын улап, қанша бейбіт ортаны қанға бөктірмесіне кім кепіл?